Ассаламағалейкум. Құлагер каналының көрермендері, қалдарыңыз қалай? Жылқыларға 2 күн бұрын укол салдық. Әлсізденіп қалған сияқты. Бізде боз бие бар еді, сол боз бие туып қалды таң тамазынан. Міне осындай қолын туды. Бие сау еді негізінде. Қораға келгенде ауырып тұр. Жаңа аяғын дұрыс баса алмай қалады. Жаңалық сол екеуі қуысқа кіріп кетті. Şimdi оларға жем берейін деп. Жем жарап жеп жатыр. Шуымда тұр. Құла биеде аяғын жақсы басады деп білесің. Саған айтылды. Субханалла. Мен үлкен бие мынау. Ең алғашқы сағаннан бастап кеткен. Емшегін тауылмай айтқан сияқты. Мына биені Жата деген таңбасы бар. Жата деген Жолжан Темірсұлтан деген әкемнің таңбасы. Осы Саламат деген інім бар, соның әкесінен қалған, биесінен туған. Жабағы кезінде сатып алып едім. Бір где-то 7 жыл болған бар. 7 жыл ма 8 жылдай. Содан бері кетқан, өзім ақшама сатып алған, есімде әлі. Жата деген біздің әкелеріміз қайтыс болған. Содан бері қалған таңбау. Біз қазір ажы басамыз. Мен Азамат болғасын, атым Ажы. Сол қалғандары жас бие, үлкен бие. 10 жастан асқан болар. Мына айғыр Сәрсенғали деген жігіттен тай байтал ауыстырып алдым тай кезінде. Алхамдулилля, жақсы айғыр негізінде. Ауырып қалып тұр, енді не істейміз, көреміз. Жазылып кетсе жазылып кетер, жазылмаса сойып жіберетін шығармыз. Анда 2 күн бұрын укол салғанымызда сол Ниазидин М деген салдық. Сосын альбендоз деген сұйық аузынан құйдық біздер. Құрт сүретін ішіндегі. Ниазидин М деген жаңа ішіндегі пайдасыз зиянды бактерия нелерді соларды өлтіреді дейді, құрттардың бәрін. Етіне саласын. Пока солай емдеп жатырмыз. Сосын көреміз иншалла қалай болатынын. Бұл аурудың официальный диагнозы гастрофилиз деген ауру деп. Бізде ағзасына құрт түскен, жаңа миына құрт барып тұр деп. Шыққан боқтарынан түскен құрттар көрініп тұр ма? Да, құрт бар. Мындай бар. Осындай құрттар бар. Еше қарағаны қызыл құрт бар еді. Жем жеп жатқан биенің баласы. Иншалла майда тайға шығады. Бұлардың табыралары жоқ, табырасын басып жіберіп, осы ауырып тұрған, бәрі ауырып кетеді, осы тайдан басқасы. Еркек тай мынау. Соны ақбақай мен құлақ асқан арасына жіберетін шығар. Салып. Байтал ауырып тұр. Оны білмеймін, сөйтін бұларды не істеу керек.
саулап шығарып жіберем ба, сауламай шығарып жіберсем бұлар арқаға кетіп қала ма қайтып. Ертең су келеді, су келгенде судан өте алмай қала ма деп қорқыныш бар. Көреміз иншалла. Екеуіне табыраға жіберейін десем, еркек тайға салып жүру керек, табыраны далаға жіберу керек, көкке. Мына жылқыларды алғашқы рет осылай үйге әкеліп отырғаным. Бұрын мұндай жағдай болған жоқ. Ауру деген сияқты сондай жағдайлар болған жоқ. Мына тек қораны атыма салдым. Алғашқыда Бойко деген жирен айғыр болды мінгі. Сосын ақбақай болды. Ақбақайдың көріп жүрген боларсың, видеоны көрсеңіздер. Сосын қасына құлақ асқа тай әкеліп қойдым. Өзім үйірінен шыққан. Жаңа бала мінсін деп. Оларды жіберіп қойдым қазір. Мына еркек тайды жем жеп жатқан. Соны иншалла қосып жіберем соларға. Бұл ауырып тұрған жоқ. Бұндай жағдай бірінші алғашқы рет болып тұр. Енді Алла тағала шипа берсін бұл маларға. Біз және себебін жасаймыз ғой. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар тіркеліңіздер. Лайк бас, комментарий жазып тұрыңыздар. Бәріңізге ассалаумағалейкум, амандықта кездескенше. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع في الأفق. رسمت أسرتنا لوحتها في المركز كالبدر الأنق شادت في الود بلابلها بتحايا تلمع